Маңғыстау облысына Спутник V вакцинасының 10 мың алшы дозасы әкелінді. Оның ішінде Бейнеу ауданына 1000 дозасы жеткізілді. Бүгін 5 сәуір күні Маңғыстауда халықты жаппай вакцинациялау басталды. Әрине бұл ерікті түрде. Ал Бейнеу тұрғындары вакцина салдыруға дайын ба? Қарсым. Себебі ол неше түрлі, мысалы, әркім организміне әртүрлі болып келеді. Сол сияқты, білмеймін, маған жақпайтын сияқты. Мен салғызам деп отырмын, бірақ жаңағы собым бар еді, болмайды дегенге ойланып тұрмын. Қазір врачқа көрінуге бара жатырмын. Болмайды десе, енді ол әр ауруға қарсы бір ауру шықса, соған қарсы вакцина салынады ғой. Меніңше ол жаман емес деп ойлаймын, денсаулығын көтерсе. Салғызам, денсаулығым жақсы болса болады десе. Енді вакцинаны мен білмеймін ғой, қандай болады. Қалай айтсақ болады енді. Мына қазіргі ахуалға байланысты, енді пандемияға байланысты Спутник 5 қой, вакцинасы бойынша енді халыққа айтатын болсақ, енді ол өзінің қолында біріншіден салдыра ма, салдырмай ма, енді ол әркім өзі шешім қабылдайтын нәрсе. Сондықтан да енді мен ол вакцина туралы ешқандай жаман ойымда жоқ, жаман пікірімде жоқ. Енді ештеңе айта алмаймын, шынымды айтсам. Менің өзіме нағыз салдыру керек болса, ешқандай мәжбүр болмаса, өзіме денсаулық керек болса, ондай кезде мен ешқандай да бас тартпаймын. Денсаулығым артық ол жерде. Білмедім ол. Ойланып көру керек. Енді ол жағын білмедім. Жоқ. Себебі оның әлі толық не зерттеуде өткен жоқ. Салдырам әрине. Өзімізге денсаулық өзімізге керек қой. Ой, мен жасым оған келмейді салдыруға. Давлением мен. Давлением ба? Салдырмайсыз, 57-темін. Білмеймін, салдыру керек болатын болса салдырам ғой енді. Ойламаппын әлі мен де ондай вакцинаны. Қайдан білейін? Енді адамдардың салдырып жатқанын қарап көреміз Бейнеуде. Туыс-тумалар әйтеуір салдырдық, жақсымыз деп жатса көреміз сақтай қой. Салдырғым келмейді. Себебі? Қорқынышты. Жоқ, салдырмаймын. Себебі көп қой оны. Енді қазір айтып жатыр ғой, халықтың арасында көп таралып кетті сол вакцинадан. Адамдар көп өліп жатыр, мысалы. Үйіне жетпей бір 2 сағат өліп жатыр дейді. Соған байланысты салдыруға қорқамыз ғой. Сол себебі.